күнделікті бизнесте көп шешім шығарасыңдар, сол шешімдерді көбінде түйсікпен шешім шығарасыңдар ма, әлде бір принциптермен шешім шығарасыңдар? Енді біз қазір общепитте болған соң ұзақ ойланып, бір жаңағыдай біреуден сұрап или там ақылға салатын кейде моменттер болмайды да. Сен тура сол кезде тезірек шешуің керек та. Тәуекел етесің де, да осылай істейік дейсің, болды. Содан кейін барып ойланасың, дұрыс болыпты, дұрыс болмапты деген сияқты. Енді былай өз басым мен негізі көбіне жаңағыдай ақылға көп салатын адам едім да. Бірдеңке істейтін кезде жаңағыдай көп ойланып, мынау болады, болмайды деп жаңағыдай. Мүмкін былай көреміз деп, или біреуден сұрап сөйтетін. Сосын бір кісі айтып еді, сен жаңа оны істейтін Алла дейді да. Сен оны неге өйтіп қатты бір өзіне салып жатсың дейді да. Сен Аллаға салып қой, болды дейді да. Ол болады, болмайды деген сияқты. Сол сияқты жаңағыдай бір момент тезірек шешу керек кезде тезірек ойланып, осылай қабылдап, осылай істейік деген күндер көбірек болды. Бірақ өз басым былай не істеймін, түйсікке көбірек саламын негізі, мен көбірек ойланамын бірдеңке істейтін кезде. Бірақ қазір көзім жетіп жатыр, қатты бір ақылға сала бермеген дұрыс екен. Сол кезде тезірек шешім қабылдап істеген дұрыс екен. Одан кейін бір уақыт өткен соң соны түсінесің.